Достар, бүгін біз ақшаны дұрыс қолдана алатын, ақшаны дұрыс ұстай алатын адамдардың әдеттері жайлы айтатын боламыз. Осы әдеттерді үйренсек, Құдай қаласа, біз де ақшаны дұрыс ұстап үйренетін боламыз. Ал кеттік. Осы әдеттерді қолданатын болсаңыз, Құдай қаласа, сіздер маған алғыс айтатын боласыздар. Ал кеттік. Ақша деген жалпанда бір қызық тема ғой негізі. Оның да бір себебі бар. Жалпы өздеріңіз білесіздер, күнімізді осы ақшаны, дүниені ойламайтын күніміз жоқ шығар. Ақша жалпы біздің өмірде бір орны бар нәрсе негізі. Өзі бір орын алады өмірімізде. Сол ақшаны дұрыс қолдана алатын адамдардың жалпы бір жақсы бір әдеттері бар да. Сол әдеттерді бүгін үйренетін боламыз. Жалпы ақшаны дұрыс қолдана алатын адамдардың бірінші әдеті олар қор жинайды. Ақшаны жинаумен бастайды и қор жинап дұрыс қолдана бастайды. Жалпы ақша жинау, қор жинау деген жалпы қиын нәрсе болмау керек. Ол жалпы жаймен аз-аздан үздіксіз бит жинала беретін нәрседі. Сол ақшаны дұрыс жарата алатын, дұрыс жинай алатын, үнемдей алатын адамдар, олар ақшаның жинаудың маңыздылығын біледі олар. Және де ақылмен жұмсайды, ақылмен жинайды. Жалпы сол ақшаны дұрыс жарата алатын, дұрыс үнемдей алатын, жалпы ақшаны ақылмен ұстайтын адамдар, олар қайда жарататынын және қалай табатынын бәрін олар есептеп отырады. Ұстай алатын, ақылмен жұмсайтын адамдардың екінші әдеті, олар ақшаны өздеріне құяды. Яғни өздеріне инвестиция жасайды, өздеріне жаңа білім, жаңа тапқан ақшаны өздерінің денсаулықтарына құяды. Жалпы бұл ақшаны өздеріне инвестиция жасайды. Жалпы бұл ақшаны өзіңе құю бір эгоистичный бір көріну мүмкін, бірақ бұл негізі керемет нәрсе. Өзімізге ақша құю деген керемет нәрсе. Адамдар білетті, өздеріне ақшаны құйған сайын, Құдай қаласа, сол ақша кейін жаңа табыстар алып келеді, жаңа мүмкіндіктер алып келеді, Құдай қаласа. Өзіңе инвестиция жасау деген ол мағынасы әртүрлі. Өзіңе құю деген жалпы бір курс сатып алу, немесе бір сертификатқа оқу, бір оқуды өзіңе бір курс сатып алып, соны оқып, және де өзінің потенциалыңды арттырып, табысыңды арттыра аласың да. Сол өзіңе инвестиция жасап, немесе сол курсты алып, өзіңнің мықты жақтарын дамытып, өзіңнің способностьті арттыра аласың, өзіңнің мықты жағын дамытқан сайын сен табысыңды арттыра аласың. Және де халықтың арасында сұранысқа ие маман бола аласың да. Немесе бұл өзіңе инвестиция жасау деген жалпы өзінің денсаулығыңа инвестиция жасау, өзіңді керемет сезіну үшін, өзіңді жақсы сезіну үшін өзіңнің денсаулығыңа инвестиция жасау. Өзіңе инвестиция, қазір инвестиция жасау, Құдай қаласа, ол болашақта оның жемісін көре береміз, Құдай қаласа. Өзіңе инвестиция жасап, болашақтағы өміріңді уже пландай бересің, Құдай қаласа. Жаңа жақсы отбасы, жақсы денсаулық, жаңа білім, осындай мүмкіндіктер аша береді. Өзіңе инвестиция жасау, бұл эгоистичный естілуі мүмкін, бірақ оның пайдасы зор. Жалпы ақшаны дұрыс жұмсай алатын, ақылмен жұмсайтын адамдардың үшінші әдеті бұл ақшаны жинау. Какой-то бір моменттер болып қалады өмірде, жұмыс жүрмей қалады, немесе бір жағдайлар болып қалады ғой. Сондай бір жағдайға бір ақша сақтап отыру керек та. Жалпы өмірде әр түрлі жағдайлар болып қалуы мүмкін. Сондықтан ақшаны жинап отыру керек. Бір кездер ол керек болып қалуы мүмкін. Бірақ негізі ниетімізді әрқашанда жақсы ойда жүру керек. На черный день деп жинаудың негізі қажеті жоқ. Жалпы бұл артық ақшаны ұстап отыру, сонда бір қиын кезеңдер болып қалуы мүмкін. Сондай жағдайда бұл ақшаны шығарып қолдана алатындай болғаны жақсы. Жалпы бұл артық ақшаны на всякий случай жинап жүру, жалпы бір андай сияқты ғой. Бұл жалпы машинаңа зонтикті салып қою да. Машинаңа зонтик салып қоясың, и жаңбыр жауған күні, жаңбыр всегда жаумайды, анда-санда бір жауып қалады. Жауған кезде анау зонтигіңді алып шығарасың да, шығарасың, и өз-өзіңді жаңбырдан қорғайсың. Сондай кезде сен өзіңе риза болып қаласың, потому что сен алдын өзіңе зонтикті қойып қойдың. Сол сияқты бұл жерде ақшаны
алдын ала жинап қою жақсы пайдасын береді. Жалпы бұл ақша сондай бір ситуация жинап қою, кейін сондай бір жағдай болып қалған кезде сен қарыз алмай, кредит алмай, просто сол ақшаңды шығара саласың да проблемаңды шешіп тастауға жақсы мүмкіндік. Бірақ сіз әлі уайымдамаңыз, бұның бәрін әлі жинамадым да ғой, ештеңе жасамадым да ғой деп. Әлі де бұны ақша жинау әлі де кеш емес. Сіз жалпы ақша жинау кішкентай бір бюджеттен, кішкентай бір ақшадан жинай бастасаңыз болады. Сол жалпы табысыңызды арттыру үшін, немесе бір өзіңіздің мықты жағыңызды дамыту үшін бір курс алып, немесе мастер-класс алып, өз-өзіңізді дамытсаңыз болады. Немесе тапқан табысыңнан ай сайын кішкенеден бір жинап отырсаңыз, соның өзі жақсы көмек береді. Какой-то бір ситуация болып қалған жағдайда да, мысалы. Жалпы бұл естіген екен сіздің көңіл күйіңіз түспаса, көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Жалпы бұндайды жасау аз-аздан, кішкентай қадамдардан бастап жасай беріңіз. Өзіңіздің прогрессіңізді, өзіңіздің дамытуыңызды, немесе ақша жинауыңызды, және де күліп қойып, көңіл күйіңізді көтеріп жүріңіз. Жалпы бірақ бұл айтылған ақыл кеңестерді орындасақ, кейін өз-өзімізге рахметімізді айтамыз. Жалпы бұл жерде айтылған насихаттардың бәрі негізі өзіме айтылған. Егер де осы айтылған ақылдардың, осы айтылған ақпараттардың сізге де пайдалы болса, өзіңізге қолдансаңыз болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Бұл негізі айтылған ақпараттың көбісі Джудах Овалабиу деген кісінің айтқан ақыл кеңесін айтқан болатын. Жалпы маған ұнады. Сол өзіме насихат қылып айтып жатырмын. И бір жағынан сіз де өзіңізге алып қолдансаңыз болады. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар. Лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.